Ораза айт намазының оқылу үлгісі. Айт намазын бастамас бұрын ең алдымен ниет етеміз. Ниет еттім, Алла разылығы үшін айт намазын өтемекке. Ұйыдым осы имамға деп ниет етеміз де, қолды құлақтың тұсына көтеріп, Аллаху әкбар деп тәкбір аламыз. Осыдан кейін сәні дұғасы оқылады. Сәні дұғасы оқылған соң 3 рет Аллаху әкбар деп тәкбір алып, имам оқыған Құранды тыңдаймыз. Имам Құран оқып болған соң рүкуға және сәждеге барамыз. Сәждеден соң қайтадан 2-ші рәкатқа тұрамыз. 2-ші рәкатқа тұрған соң имамның Құран оқығанын тыңдаймыз. Имам Құран оқып болған соң 3 рет Аллаху әкбар деп тәкбір тартамыз. Тәкбір тартылып болған соң рүкух және сәжде жасалынады. Сонында екі жаққа сәлем беріп, айт намазын тәмамдаймыз.